Неге төлемейсіңдер? Өткенде сөйлесіп өттік қой былтырғы жылы. Сатсаңдар джиптарыңды төлесіңдерші. Өздерің бар, учредительдерің бар, төлесіңдерші. Неге? Еркебұлан, неге төлемейсіңдер? Сендер ақымақ тауып алыңдар ғой, қазақша айтқанда. Өзіміз біреуден кредит аламыз. Бізге дейінгілер алып кетті, рахмет, 27%-пен. А сендерге тегін ақша береміз. Қалай сонда? Нақ төлемейсіңдер. Еркебұлан, жасыратын ештеңе жоқ қой, білеміз ғой, сен жағдайларың бар ғой, учредительдерің. Алыңдар кредит, төлеңдер. Предоплатамен жұмыс істеңдер, жұмыс істегілерің керек болса. Ертең тағы ренжисіңдер. Мен басқа бір мекемені алып келсем осы жерден, білем, шығарасыңдар. Ақым өзі алып кепті, өзінің мекемесі екен, артында өзі тұр екен, біреу арқылы келген ғой, білеміз ғой жауаптарыңды қалай екен. Оны ұйымдастырасыңдар. Алып келмейін десек, соған мәжбүрлеп отырсыңдар қазір. Неге өздерің жасамайсыңдар дұрыстап? Бір жылдан асты келгенімізге, пәлен деп атқан жоқпыз. Келген кезде айттық, айналайындар, қарыздарың жабыңдар, жұмыс істеңдер, қолдаймыз. Ешқандай мәселе жоқ. Мынау не масқара? Тағы да айтамын саған, қазақша. Сіздердің үшеуіңде бір мекемесіңдер. Қызылорда, бәрі кішкентай Қызылорда, білеміз бір-бірімізді. 1 миллиард сіздерге оборотқа береміз, өзіміз 27%-пен кредит аламыз. Қалай сонда? Қазір мен алсам осыны шулататын еді. Дәл сол адамдар осыны. Бүкіл әлемге жай. Мына кім басшы жасамайды, 27%-пен кредит алып жатыр деп. Оны алады, біз демейміз.